Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге кәдіден дайындалатын ыстық тағам түрін ұсынамын. Ол үшін бізге бір үлкен кәді қажет болады, қызанақ, сыр, тауықтың төс еті, тоз бұрыш және де сұйық май. Видеодағыдай кәдімізді ұзынша етіп кесіп аламыз. Мен ортасынан екіге бөліп салдым. Барлығын жайғастырып шығамыз. Артынша бетіне тұз сеуіп және де сұйық май құйып шығамыз. Қызып тұрған 200 градус пеште 7 минут пісіріп аламыз. Ендігі кезекте ұзынша етіп, тауықтың төс етін турап шығамыз. Ендігі кезекте тауықтың төс етін бетінен ұрғылап, отбивной жасауымыз қажет. Мінекей біздің еттеріміз өте жұқа болып шықты. Кішкене бетінен тұз сеуіп қойсаңыздар болады. Келесі кезекте қызанағымызды турап дайындап қоямыз. Енді сырымызды да күштен өткізіп, дайындап қоюымыз қажет. Мінекей біздің кәділеріміз дайын болды. Енді бетіне тауықтың төс етін орналастырып шығамыз. Келесі кезекте бетіне қызанақтарымызды қойып шығамыз. Ең бетіне сырымызды орналастырамыз. Менде жаңағы өткізген сырым аз болып, тағы да күштен өткізіп, үстінен қосып шықтым. Мінекей, енді 200 градус қызып тұрған пешке 25-30 минутқа салып аламыз. Мінекей, біздің кәділеріміз дайын болды. Өте сочный болып шығады. міндетті түрде дайындап көріңіздер.
Қасына кез келген гарнир дайындасаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.